Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге өте пайдалы бір сайтты көрсетейін деп отырмын. Әрине, бұл сайтты мен өзім де бірінші рет пайдаланайын деп отырмын. Қазір қане бірге қалай бұған тіркелу керек, қандай жұмыстар ол бізге ұсынады, қандай жаңағы установкалар бар екен ішінде. Соны көрейік. Ол бізде QReport деп аталады, яғни ағылшын тілінде. Мен ең бірінші сіздерге create an account деп шығады. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңызды таңдасаңыздар болады, немесе создать аккаунт деп бассаңыздар болады. Ең басында мен Google аккаунт таңдадым. Енді бұл жерде сіздің рөліңіз кім екендігі жайлы шығып тұрады. Мен әрине teacher, яғни мұғалім деп таңдадым. Ары қарай next. What subject do you teach? Яғни қай пәннен бересіз? Математика, science ол ғылым, social studies, other деген бассаңыздар болады, немесе select ол барлығын таңдасаңыздар болады. Мен English language деген таңдадым біріншісін. Мында сыныптарыңыз таңдап аласыздар, өздеріңіз сабақ беретін, немесе select all деп барлық сыныпқа беретін болсаңыздар, барлық сынып деп таңдасаңыздар болады. Енді келесі мына жерде QReport-ты неткен кезде қолданғанда, енді көбінесе қандай мақсатта деп тұр ғой деймін, өйткені мен creating editable slides fast with I деп тұрмын, яғни I деген жаңағы дайын маған өзімді жасап беретін слайдтар, көбінесе осындай деп таңдап тұрмын, және increase classroom engagement, мен екіншісін таңдап тұрмын. Next деп басамыз. Мында жаңағы өздеріңіздің мектептеріңіздің атын жаз деп тұр, мен ағылшын тілінде Ұшарау деп жазамын. Енді done деп басайық. Қазір бізде creating болып жатыр. Аккаунт создавать етіп жатырмыз. Continue with Google. Бәріне мен Google аккаунтпен тіркеле беремін негізі. Сіздерге де соны жаңағы кеңес ретінде айтар едім. Мына жерде міндетті түрде сіздерде Google-ға аккаунттарыңыз кіріп тұру қажет. Кез келген сайтқа осы Google арқылы тіркеле бересіздер. Міне тіркелдік. Бұл жерде worksheets, яғни пәнге байланысты бізге көптеген жаттығулар, дайын флеш-карталар, жұмыс жасайтын, соны жаңағы нетеді, сіздерге тауып береді, жасап береді. I want to engage my students with generate slides. Жазайғы full lesson дейді, enter something specific. Мысалы, Coral Reefs деп таңдайсыздар, do magic. Көрейік енді маған Coral Reefs'қа қандай сабақ, қандай слайд жасап береді екен, сосын сіздерде осылай пайдаланып көресіздер. Бұл жерде әрине барлық сайтта платный версиясы болады. Ең бірінші жаңағы бізге не жасап бергенін көрейік. Міне бізге дайын слайд жасап берді. Бұл енді кішкене Canva-ға ұқсайды екен мына жерлері, көріп отырғандай. What is the biggest threat to Coral Reefs дейді. Дайын слайд көрсетіліп тұр. Present деген басып, біз слайдты тамашалай алады екенбіз. Қазір көрейік үлкейтіп. Міне 14 беттен тұратын слайд. Мына жерде егер онлайн бәрі, енді барлығы негізі сайттың барлығы басында онлайн обучение болған кезде басталған болатын, шығып бастаған болатын. Мына жерге студенттеріңіз қосып қойсаңыздар болады, егер онлайн болса. Дауысы, настройкасы, мында жаңа ауыстырып отырасыздар. Өздеріңіз түсіндіріп тұрған кезде бізге дайын жаңағы мына жерде неше минут ол ойнап көрсетіліп тұру керек, соған байланысты екен. Түсіндіріп тұрған кезде осындай суреттермен дайын слайд шықты. Керемет деп айтып едім. End lesson, сабағымыз бітті. Енді бұл сабақтан ешқандай результат жоқ деп тұр, көргендеріңіздей. Create lessons деп өзіміз сабақ жазсақ та болады екен. Немесе басқа да нелерді көрсек, дайын заттарды көрсек те болады екен. Poll questions, мынандай сұрақ жауап болған кезде, write your topic, мұнда жазсақ болады екен. Сұрақ жауапқа байланысты қандай тақырыпты таңдаймыз. Мысалға спорт деп жазсақ, спортқа байланысты қазір бізге сұрақтар дайындайтын шығар, балалар таңдайтындай. Міне шықты.
Which sport is played with a round ball and the goals? Мына жерде балалар уже таңдайды, көрдіңіздер ма? Ары қарай уже second, мынаны жазсаңыздар болады. Which sport uses a bat and a ball? Яғни ол былай болады ғой, сіздер тақтаға шығарасыздар, егер сіздерде жаңағы дайын тақталарыңыз болса, show options, опциялар көрсетіліп тұрса, балаларынан біреуін таңдайды демек. Мұнда студенттер кіру керек екен. Так, мен өзім таңдап көрсетемін екен. Мына жерде студенттер кіру үшін join at Cureleaf with pin, өздері телефондармен кіреді екен. Мен андай кодты терейді, қазір көбісінде бар ғой, сондай телефондармен кіреді да. Кодты терейді, немесе мынандай QR код шығарып қойсаңыз болады екен. Күтіп тұрасыз балалар. Тақырыпқа байланысты осындай слайдтар дайын шығады екен. Бұл жерде қандай discussion, questions, сұрақтар, дискуссия, concepts, check-in, write feedback, repeat. Feedback жасағанда мынаны пайдаланса болады екен. Feedback. Мұнда feedbackқа байланысты мысалға animals деп жасалады. Feedback жасағанға. Do magic. Уже magic дегеннің өзі бізде не? Ол сиқырлы, feedback жасағанда. Can you think of an animal that can camouflage itself to blend it with neat things? Дейді. Мына кішкене суретін кішірейтсеңіз болады, мына сөзі көрінбей тұр. Өздеріңіз солай редактировать етіп алсаңыздар болады. What did you learn from the feedback? И мында share деп біреумен бөліссеңіздер болады. Енді тағы да қазір көрейік. Мына жерде еще түстерін таңдасаңыздар болады екен. Міне слайдтың түсі өзгереді. Мына жерде қарасаңыздар. Керемет. Lessons деп тұрады. Дайын сабақтар екен. Енді кейбіреуі, наверное, платный. Reading review, мындай басқалардың жасаған дайын сабақтары екен. Өздеріңіз асықпай көріп, біреуін таңдасаңыздар болады. Мен мысалға мынаны көрсек. Мында сразу қосылып кетеді екен, көрдіңіз ме? Ары қарай uploads, яғни бұл жерге біз дайын қандай форматта PPTX деп тұр, яғни слайд форматында PPT деген жаңа форматтар ғой, PDF форматта дайын документ осында салу арқылы сіздер мына жерде редактировать ете аласыздар. Сосын edit activity. Слайдты тоже нету, міне тексттарын ауыстыру, number. Мына жақта өзгертсеңіздер болады. Мынандай сөздерді қойып, мына жерге өздеріңіз сөздеріңізді жазады екенсіздер. Міне enter деп тұр, мен осы жерге көрініп тұр ма? Бұл жерге сөз жазуға болады. Мынаны сосын былай жылжытсаңыздар да болады негізі. Өстіп алып, мышканың көмегімен жылжытып қойсыздар. Медиа. Бұл жерде сурет қосуға болады, тақырыпқа байланысты. Әртүрлі суреттерді гифи. Canva-дан алса болады, YouTube-дан алса болады екен. Так, elements, бұл жерде элементтер қойуға болады, мынандай шапалақ, мынандайды соңында мынандай жерге қойып қойсақ болады екен. Енді керемет бұлай сабақ жасаған. Маған негізі дайын слайд жасайтын ұнады. Шыны керек. Regenerate деген қайтадан жасау деген. Егер сіздерге ұнамай қалса, қайтадан жасап береді. Басқаша түрін міне мынандай қылып жасап берді. Бұл фидбәк жасап отырғанбыз, біз. Фидбәкқа 3 осындай слайд жасап беріп, share деп өздеріңізге бөлісіп алсаңыздар болады. Copy link бұл жерде жаңағы ссылканы көшіріп алу, яғни ол слайдқа байланысты, және present деген көрсету адамдарға. Түсінікті. Енді сіздерге барлығы егер де видео ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, таратыңыздар, басқа да әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Бұл жерде тек қана ағылшын тілінде емес, басқа да тілде слайд жасауға болады, басқа пәндердің де. Сол үшін сіздерден қолдау күтемін.